Михаил Ламтадзе әр қазақстандыққа арналған жеке AI көмекшіні таныстырды. Енді Каспи дүкенінде пайдаланушыларға Каспир атты ақылды цифрлық көмекші жәрдемдеседі. Ол тауарлардың бағасын салыстырып, түрлі үлгілерді саралап, сатып алушылардың пікірін талдайды және ең тиімді нұсқаны ұсынады. Қазақстанда әзірленген әлемдік деңгейдегі қосымшаның мүмкіндіктері қандай болмақ? Толығырақ тілшіміз Назерке Ержанқызы айтып берсін. Целинный заманауи мәдениет орталығында ине шаншар орын болмады. Кәсіпкерлер, журналистер, блогерлер мен шетелдік қонақтар Каспидің кезекті жаңалығын алғашқылардың бірі болып көру үшін жиналды. Жұрт арасында түрлі болжам айтылды, оған сахнадағы декорациялар, интерактивті аймақтар мен шоу бағдарламада ишара жасағандай. Ал көптің көкейіндегі сауалға жауап беру үшін сахнаға Михаил Ламтадзе шықты. А что, если бы Каспи? Ал егер Каспи маған дәл өзіме сай келетін нәрсені таңдауға өзі көмектессе ше? Кештің басты жаңалығы Каспир. Бұл Каспидің жаңа цифрлық AI көмекшісі. Енді Каспи магазиннен қажетті тауарды таңдау әлде қайда жеңіл болмақ. Ақылды көмекші алдымен бірнеше нақтылау сұрағын қойып, соған сай ең қолайлы нұсқаларды ұсынады. Қажет болса, тауарлардың айырмашылығын салыстырып, техникалық сипаттамаларын қарапайым әрі түсінікті тілмен түсіндіріп береді. Если посмотреть на Каспи магазин. Каспи магазинде 20 миллионнан астам тауар бар. Осынша көп ассортименттің арасынан қажеттісін таңдау оңай емес. Әр тауардың сипаттамасын оқып, пікірлерді қарап, бағасын салыстырып, түрлі үлгілерді зерттеуге көп уақыт кетеді. Оның үстіне техникалық терминдердің бәрі бірдей түсінікті бола бермейді. Сондықтан біз күрделі ақпаратты қарапайым тілмен жеткізіп, тауарларды салыстырып, ең қолайлысын таңдауға көмектесетін жеке цифрлық көмекші жасадық. Жеке AI көмекші дәл таныстырылым барысында Каспи қосымшасында қолжетімді болды. Арада санаулы минут өткенде ақ Каспир көмегімен алғашқы сатып алулар да жасалып үлгерді. Өте керемет, өте жақсы, адамдарға енді өте оңай болады. Қазір Каспиге кіріп, параметрларды жазып, 10-20 минуттың ішінде өз тауарларын алуға болады. Бұл негізі керемет жаңалық. Каспидің ұсынып жатқан Каспир ұсынысы өте тиімді сияқты, әсіресе уақыты жоқ, отбасы бар, жұмысы бар, кішкентай сәби бар, осындай жас аналар үшін таптырмас дүние. Каспиға үлкен рахмет. Өмірімізді жеңілдетеді, онымен қоса әдемілетеді. Каспир ақпаратты мәтін арқылы да дауыспен де қабылдай алады. Ол қазақ және орыс тілдерінде еркін жұмыс істейді. Шілде айынан бастап AI көмекші алдымен Алматыдағы пайдаланушыларға қолжетімді болады. Кейін қосымша кезең-кезеңмен еліміздің барлық өңіріне енгізіледі. Назерке Ержанқызы, Сергей Ковтун, КТК, Алматы.